Достар, мен Англияға келгеніме 4 ай болды. Мен осы Англияда көрген, білген нәрсемен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші барлығын қызықтыратын ол айлық. Қанша таптың, назым, кредитіңді жаптың ба, үй аласың ба, көлік аласың ба деген секілді сұрақтар өте көп болды. Сондықтан сол сұрақтарға жауап болсын деген ниетпен осындай видео түсіріп жатырмын. Англияда әрине біздің Қазақстанға қарағанда айлығы жоғары. Продуктының бағасы біздің Қазақстан бағасымен почти бірдей десе де болады, дегенмен де кішкене қымбаттау. Бірақ енді айлық позволяет. Бұл жақтың айлығы таза. Көп елдер тиктокта шығып жатқан, мен білетін, мен көрген, тикток жүргізетін қыз ұлдар көбінесе өтірік айтады Англия жайлы. Ойбай, 1,5 миллион табасың, 2 миллион табасың деп. Ол сезонға байланысты. Осы жылғы мен келген сезон өте қатты слабый. Оны жалғыз мен ғана подтверждать ете алмаймын. Оны барлығы подтверждать етеді. Сондықтан былай айтқан кезде таза қолыңа түсетін айлық ол 900 мың, 1 миллион көлемінде. Ол сенің түскен фермаңа байланысты. Сондықтан да бұл жаққа келетін адамдар болатын болса, жақсылап ойланыңыздар. Егер де шынымен де сол айлыққа мен дайынмын, морально, физически, денсаулықтарыңыз келіп жатса, әрине келуге болады. Дегенмен де ожидание реальность деген болады. Сондықтан барлығына дайын болуларыңыз керек. Мен секілді андай фантазиямен мен 2 миллион табам деп бүйтіп уже барлығын реттеп қойған адамдардың бірі болған мен едім. Келе сала ожидание реальностьті көргеннен кейін мүлдем олай емес екенін түсіндім. Сондықтан Англияға келетін болсаңыздар, барлығына дайын болыңыздар. Айлықтың аз болуына, сағаттың аз шығуына, отношенияларына деген секілді, погодаға. Именно осы 2026 жыл Англия өте қатты слабый. Неге? Өйткені айлық жағынан болсын, сағат жағынан болсын. Себебі осы тикток желісінің арқасында көп адамдар әрине табыс тапқысы келгендіктен осы Англияға келеді. Соның әсері дейін ба, адам көп болғаннан кейін бұл жақта адамдарды ала береді. Бір фермада 1000 адам болуы мүмкін, жұмыс аз болуы мүмкін. Сондықтан бір адамға 3 күн выходной беріп қалуы мүмкін. Яғни 32 сағаттыңда ғана шығарып береді. 32 сағаттың деген енді примерно қанша екенін ұмытып қалдым. Мені бүйтіп санағым келіп тұрған жоқ. Сондықтан барлығына дайын болыңыздар. Егер шынымен де мен 800 мың, 900 мың, 1 миллионға мен дайынмын, жұмыс жасаймын десеңіздер. Бүйтіп көбінесе тиктокта, көбінесе мен білетін адамдар, Англияға келіңіздер, 1,5 миллион, 2 миллион көлемінде табасыздар деген адамдар, олар сіздерден ақша тапқылар келеді. Ол қалай? Анкета толтырасыз, сіз анкета толтыру білмейсіз. Сондықтан сол адамға сұрайсыз, маған толтырып беріңізші деп. Сіз оған бәленбай 1000 теңге ақша төлейсіз. Ол одан пайда табады. Яғни асыра сілтеп айтуы мүмкін тиктокта. Сондықтан бар шынайылықпен түсіндіретін, айтатын адам жолықса, былай айтқан кезде нұр үстіне нұр болады да, көрінген адамға сене бермеңіздер. Солай.